Быйыл Қазақстан чемпионатында бәсеке өте жоғары. 18 турдан кейін алтынға 5 бірдей команда үмітті. Қайрат, Ақтөбе, Елімай, Ордабасы мен Астана ұжымдары ел чемпион атағын жеңіп алу үшін соңғы турға дейін таласты жүргізетіні анық. Қазақстан ұлттық құрамасының ұлттар лигасындағы кездесулеріне байланысты QFL-дің келесі ойындары тек 14 қыркүйекке жоспарланған. Ендеше осы үзілісті пайдаланып, біз алтын таққа үміткер командалардың мүмкіндігін саралап өтейік. Достар, Соқкер қазақ ютубына жаңа дем алып келді. Бізге еліктейтін арналар ашылды, бізге ұқсайтын контент көбейді, ал біз болсақ тоқтамаймыз. Тек бір ғана өтінішіміз бар. Ол тездетіп 10 мың оқырманға жету. Саусақтарыңыз талғанша тағы жазылайық, лайк басайық, ерінбей пікір қалдырайық. Қазақ футболы дамысын, қазақтарды бәрі танысын. Қайрат, Алматы. Быйыл 70 жылдығын тойлап жатқан Қайрат жанкүйерлерге үлкен мереке сыйлағысы келетіні анық. Көш басындағы Боранбаевтың командасы соңғы турда Астананы Алматы дербиінде ұта алмай масқара болды. Сол ойыннан кейін өмірге көзқарасын өзгерткен Қайрат Сәветайұлы киім ауыстыратын бөлмеге кіріп, Қайрат бапкерін ресейлік Кержаковты әбден боқтаған деседі. Өз елінде ерке мінезбен танылған бапкер бірден жылап, жұмыстан өз еркімен кететінін жариялады. Кеккерді бекер Ордабасыға жібердім-ау деп өкінген олигархтың ендігі бар үміті Рафаэль Уразбахтинде. Қайрат 18 ойыннан кейін көш басында, қалған 6 ойында Уразбахтин командасы тек 2 бәсекелеспен кездеседі. Егер Қайрат барлық ойында жеңіске жетсе, чемпион! Алайда былыққа толған алматылық ұжым биыл тек қатарынан 3 ойында ғана жеңіске жете алған. Ақтөбе. Ақтөбеде де Ресейден келген бапкерді қуып жіберді. Осындайда Карпович мырзаны алып қалу керек пе деген ойлар келеді. Командасымен бірде-бір рет зига-зага айтпаған Парфеновтың орнына кім келеді екен? Жалпы маусым басында қызылақтар чемпиондыққа басты фаворит еді. Керемет трансферлерден соң 4 турдан кейін көшбасшы атанған Ақтөбе соңғы 4 турда жеңіс дәмін татпаған. Құрамында ұлттық құраманың қақпашысы Ромеро сияқты мықты шабуылшысы бар батыстық клуб чемпионат соңына дейін қиын қарсыластардан тек Тобыл, Орда мен Астанамен кездеседі. Алайда ақтөбеліктер керісінше биыл ортанқол командалардан көп ұпай жоғалтып жүр. Команданы кім баптаса да 13-ші секторға жағу өте қиын болады. Елімай, Семей. Шығыстың командасы барлығын биыл таң қалдыруда. Көптеген сарапшылардың ойынша Карповичтің ұжымы чемпион болуға лайықты бірден-бір ұжым. Командадағы атмосфера өте керемет. Өз алаңындағы ойындарға фанаттар көптеп келеді. Әрбір ойын команда үшін мейрам. Соңғы турда тіпті сырт алаңда басты бәсекелесті жеңіл ұтып кетті. Биыл Семей чемпиондықты тойламаса да, Еурокубок аймағына енуінің өзі де чемпиондыққа татиды. Тіпті қарашаның 9-ында Ордабасыға қарсы соңғы ойында чемпиондық мәселесі шешілсе қалай? Оған дейін жасыл жейде киіп жүрген команда Тобылмен сырт алаңда ұпайға аш Шахтер, Жетісу мен Атырау ұжымдармен кездессе, өз алаңында Астананы қабылдайды. Құрметті жанкүйерлер, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл ойындарда Елімай қанша ұпай жинайды? Біздің болжам экран алдында. Ордабасы, Шымкент. Шымкенттік клуб қарсыластарына қарағанда 2 ойынға кем өткізді. Егер қос матчта жеңіске жетсе, ел біріншілігінде топ бастайды. Алайда Кеккердің дебюті сәтсіз болды. Жоқ жерден Труба аренада сүрінген ел чемпиондары 4-ші орында қалып қойды. Еурокубоктағы жорық аяқталды. Енді бүкіл күшті ел біріншілігіне салатыны анық.
Орданың тағдыры қыркүйекте шешілуі мүмкін. Команда 3 ойын өткізеді. Соның ең маңыздысы Астанаға қарсы. Елордадан келген клуб президенті Астанаға қарсы ойында футболшыларға қосымша сыйақы беретін шығар. Әр футболшыға $1000 ұсынса, неге допты қақпаға тура бағыттамасқа? Еліміздің ең бай клубының кестесі осы. Біздің болжаммен келісесіздер ме? Астана. Бабаян шәкірттеріне қаншалықты чемпион деген атақ қажет. Күзде Астана Еуропаны шулатуға бар күшін салатыны анық. Осы ретте ішкі чемпионат құрбандыққа шалынуы мүмкін. Десе де, Еуропа лигасында ойын тәжірибесін алмай жүрген қазақстандық футболшыларға үлкен мүмкіндік. Досмағамбетовтар енді QFL ойындарында өздерін көрсетпесе, бірден медиа лигаға аттанса болады. Астана ішкі чемпионатта ең аз ойын өткізген клуб. Сол шегерілген ойындарды сәтті ойнаса, алтынға мүмкіндік туады. Алайда қарсыластарға қараңыздаршы. Біздің болжам бойынша Астана командасы үштікке де енбейді. Қарашада аяқталатын ел біріншілігінің турнирлік кестесі біздің ойымызша осындай болмақ. Шымкенттік Ордабасы қайтадан чемпион. Күміс жүлде Елімай футболшыларына бұйырса, Ақтөбе қолаға қанағат қылмақ. Құрметті Соккер арнасының көрермендері, комментарийге өз чемпиондарыңызды жазып кетуге болады. Біздің арнаға жазылып, лайк басуыңызды сұраймыз. Жеңісті күндерде кездескенше.